алейкум, эфирде заман октябрьнын 30-ы Карамышхалинын 1341 күні студияда Мавиле Мухтарова чылыша. Дүния Қырым-Татар конгрессінің ижра комитеті ишғал етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіна музакире етті. Топлашу в Киевде олып кечті. Мұнда азат етілген Кремль есірлері Ахтем Чийгоз ве Эльми Умеровды иштирак еттілер. Азат етілген Эльми Умеров ве Ахтем Чийгозны мұнда пек беклегенлер. Бұ маса башында олар чоқтан олмады. Бүгін ниет мұндалар. Күлімсіре ве ең асасы азатлықта болуна. Ахтем Чийгоз еменке оның күреші енді башлана. Бір шеге бақмадан Қырымға қайта жағана ваде ете. Все знают, что если я сказал, я все равно поеду. Поэтому для меня там сегодня или завтра это не принципиально. Сейчас нужно активным быть. Еще более активным, чем в обычное время. И еще более мужественным, чем в обычное время. Ишғал етілген Қырымда Диляра ханым Чийгоз ве Умеров даваларының махкемелеріні қачырмайды. Ойменке оларның азат етілмесі Қырым-Татар халқына үміт бере. Это вселяет надежду в людей. Надежду в то, что на самом деле наш народ не одинок, и что у нас есть сила, которая за нами стоит, что они нас защитят и не бросят. Қырым-татарларның лидері Мустафа Джемилев Америка Девлет департаментінің Украина векілі Курт Уолкерле көрішіп, ижра комитетінің топлашуына келді. Дейке Америка темсілжісі Эльми Умеров ве Ахтем Чийгозға чешіт мемлекетлерге барып, Русия ишғал еткен Қырымдағы дешетлі вазиет ақында тариф етмеге тевсие етті. Америка Бірлескен Девлетлеріне олар енді давет етілді. Волкер сам очень рекомендовал и Эльми Умерову, и Ахтему Чийгозу совершать больше путешествий, визитов. В первую очередь он пригласил, чтобы они посетили Соединенные Штаты. Вторым он считает, что они должны посетить Германию. Ну, Германию, наверное, мы Эльми Умерову пошлем в первую очередь для лечения. Бұ топлашуының эссас мевзуларындан бірі Қырым-татарларының мұхтариеті олды. Конгресс президенті Рифат Чубаров ана эсса деңішмелері тезден азыр олажақ деп ишандыра. Оның білдіргеніне көре бұ сене Қырым-татар милли құрылтайының 100 еллығы девлет севесінде қайды етілежек. Законодательное оформление этого статуса необходимо делать до того, как Крым будет деоккупирован. И впервые вообще эти мероприятия будут проводиться на государственном уровне. У нас предполагается и планируется, и уже объявлено, принято решение о проведении торжественного заседания Верховной Ради Украины. Ирвин Ибрагимовның ері ойледе бош қала. Кечкенсіне оны Русия ел қызметі орбасында кімлігі белі олмаған инсанлар қачырды. Бүгінге қадар оның ақында бір хабер жоқ. Дарина Иванютенко, Ильдар Исматов, Асан Эминов, Заман, АТР. Қырым бірдемлігі ишғал алтындағы Қырымда адалетсіз басқы ве репрессияларға қаршы бұтын миллет ве дин инсанларының бақ көпірі олмалы. Жимат бірлешмесінің топлашу иштиракчылары бұңа чағырда. Олардың айтқанына көре басқыға ұғыраған қырымлыларының ярдымлашма меркезі оларақ құрылған Қырым бірдемлігі алызырда оқуғырчалай жетешкелят севесіне келді. Правовой беспредел и бесчинство силовиков по отношению ко многим людям продолжается по сей день. Наша мысль заключается в том, что крымская солидарность уже сегодня должна расширить круг своего взаимодействия и стать площадкой взаимопомощи не только в среде крымских татар. Все мы, находящиеся здесь, все мы, кто поддерживает нас по всему миру и в Крыму, будем продолжать бороться за каждого политзаключенного, за каждого преследуемого человека. Украина Бірлескен Миллетлерге ишғал етілген Қырымда инсан ақлары резолюциясыны ярын бережектірі бұны тышышлер назірі Павло Климкин Испания Зенаддашы Альфонсо Дастис елі күрішіғінде деді. Павло Климкин резолюция пек күчлі олажағына айтып оңа қол тұтмаға чағырды. Альфонсо Дастис Испания Украина топрақ бұтынлігіне қол тұта деп қайдетті. Ця резолюція має засудити дії Росії щодо недопуску міжнародних організацій і гуманітарних організацій до окупованого Криму,
вона має однозначно закликати Росію виконувати рішення Міжнародного суду ООН в разі. Іспанія підтримує територіальну цілісність України. Іспанія підтримувала і виклик, який має Україна. Це стосується і окупації Криму, і окупації Донбасу. Режиссерның Украинадағы карьерасындан башлап Русия сырыне қадар Киевде Олег Сенцов китабы тақдым етілді. Оның ғайысы Анна Полинчукқа айттыр, Украин саяси мабюса қында китапның муэлифы Александр Мимрук олды. Олег Сенцов терроризмде қабатланып Русия апсханесінде ята. Оңа дайыр китап yazғанлар Кремльнің есіра қында да бір кере хатırlatмаға істей. В книгу увійшли коментарі близьких родичів Олега, також багатьох активістів, його адвокатів. Эта книга, я надеюсь, что это будет еще одним шажком к освобождению Олега. Это дополнительный информационный повод, и я думаю, что она будет интересна всем, кого интересует вообще эта тема. Не только Олега Сенцова, но в принципе политзаключенных. Как легко у человека отобрать все, что ему близко. Бақшысарайда ішғалжелер ханлар сарайыны йоқ еті. Музейінің тамиры япылажақ деп оны 4 күнге қапатханлар. Ләкін асылында тарихи ядикарлықны бозған ішлер япыла. Бұны журналист Осман Пашаев Фейсбукта язды. Оның айтқанына көре хан жәмесінің керамет алып чықарылды, емен керішлеріні алғанда 18 асырға айт язылар бозылды. Ханлар сарайыны йоып, орнеклеріні сілелер. Музей хазімлеріне ішке кірішмеге ве фото чықармаға бермейкенлер. Музейде қарауыл невбетшілік япа. Ато кечірілген аланда Украинаның бір аскері яраланда. Кечкен күні Русияның арбейлері 15 кереден зейде барышып аңлашмасыны бозды. Олар Донецк тарафындағы Украинаның пекітуф ноқталарына чешіт түрлі селядан атеш açмаға девам ете. Кеченлері Авдеевканың мескен кварталларына ағыр селядан атеш açылды. Бірқаш бинаны йықтылар, амма дейін санлар арасында эляк олған ве яраланғанлар йоқ. Бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстріляли наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав поранення український військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі. Стан його здоров'я оцінюється як задовільний. Маджаристан, НАТО, Украина декабрьдегі топлашуыны блок етті. Бұақта четелішлеріні зірі Петр Сиярты деді. Бұның себебі тәсіл қануны олды. О милиязлықларының 5-ші сыныфтан башлап Украин тіліні тәсіл алмаға мечбур ете. Бұндан да ғайры Будапештні юқары раданың тіл ве ватандашлық қануны қасыветлендірі. Сияртының фікіріне көре бұл қанун Закарпаттия мажар жеметі үшін зарарлы ола біле. Маджаристанның аясағына миет бермемек мүмкін дегіл, чүнкере беруде Шымали Атлантик Альянсының ербір азасы қанунны қабыл етмесі керек. Ивано-Франковск вилаетінде қасырға нәтижесінде 8 яшында бала яраланды. Бұны вилаетінің Девлет мемориеті хабер етті. Баланың үстіне терек тұшты. Екімлер алы орта ғырлықлы олғаныны айта. Украинада фуртуна хафейліаны тілді күшлі яғмыр ве қар яға елесмекте. Ғалп вилаетлерінде чоқ қар яғда рүзгар тереклеріні еқа. Бұндан қайра афат электрикақларыны бозды. Украинаның 10 вилаетінде аман-аман 400 мескен ноқтасы ұшықсыз қалды. Винница, Житомир ве Киев вилаетінің ғарби районларында қар яғмасы беклене. Украинадағы Ярамаева Гервард қасырғасының бір қысымыдыр. Оның нәтижесінде 6 инсан ілак олды. Қасырға Меркези Европада тынмай дорты, Чех Жумхуриеті ве Полонияда тереклер еқылғанындан зарар көрді. Дайықы инсан Алманияда фуртунадан себеп суға батты. Алманияның бірқач регионында демир жол әрекеті тоқтатылды. Берлин ве Гамбургта акимиет ве вхолиде вазиетні илянытта. Еқылған тереклер бірқач жолны қапатты. Шымды әрекет қысмен қайрыдан тікленді. Австрияның Зальцбург шеріндегі Ава лиманында yol ұшағы асқалды тұшейді. У Франкфурт-Зальцбург сеферіні керчеклештірейді. Ұшақ қонғанда ел себебінден саға бұрылды. Экипаж қаза олмасын деп Франкфуртқа қайтмаға қарар алды.
Osmanlı imperatorluğunun sanatı hem kolleksiyoner hem de sanatkarlar arasında motola. Londra'da Sotheby's auksionuna 16-17 asırlarga ait büyük kolleksiya takdim etildi. Bazı lotlarının fiyatı 35 milyon grivnaga yeti. Washington'da matrakçı Nasuh'nın eserler sergisi popüler oldu. Avustralya'da ise 100 yıl evvel eski imperiyadan çıkarılgan Bizans Osmanlı resimlerini gayridan teklemege tırışalar. Tafsilatlı jelefhamızda tarif edelim. Bu resimni Avstraliya restavratorları pek kıymetli dep sayalar. Birer taşçık koyula ve tamamen gayip olganı düşünülgen elementler peyda ola. Resimni Avstraliya askerleri ketergeni da soňky 100 yıl devamında o Canberra'da kala. Men meslekdeşlerim ressamlarla beraber onu gayridan tiklemege tırışam. 20 sanatkardan ibaret takımımız 3 ay içinde resimni butunlay gayridan tikler dep ümit etem. Avstraliya ordusu resimni ganimet olarak alıp ketkeni da 1917 senesi o Osmanlı ordusunu Gazadan çetleştirgeni da. Anda 1400 yıllık ibadethane turaydı. Örneklerini Bizans imperatoru Justinian zamanında yapmağa başlagan ediler. Osmanlı zamanında onu yekünlegenler. Bu resimler Londra'daki Osmanlı auksionunun hususiyetidir. Her birinin fiyatı $1 milyon sterling tura. Dünyada bunun gibi resimler pek az, dep ayta mutaxassislar. Bunun gibi resimler bazarda pek az rast kele. Dünyada ularning sayısı en çok 15 olabilir. Muzey ve kolleksiyonerler ularni pek hıdıra. 17. asırga ait resimlerde kimler tasvirlengen belli değil. İkisi de toy bakşışı olabilir. Resimlerde o vakitnin bay kurantalarından çiftler olganı tahmin edilir. Osmanlı auksionunda 50'den ziyade lot var. Mında seyrek rast kelgen basmalardan kumuş ve altın ilvanlarına kadar şeyler takdim edilir. Sotheby's 16. asırga ait Kur'an-ı Kerim'ni de auksionga çıkardı. Lakin auksion başlamazdan onu Türkiye hükümeti satın aldı. Bu ise Washington levhaları. Munda Osmanlı imperatorluğunun ressamı ve alimi matrakçı Nasuh'nın sergisi açıldı. Şarkta ona Da Vinci dep aytalar. Nasuh riyaziyatta çok şey yaptı. Resim çizdi, kitap yazdı, orduda hizmet etip, silahını yaxşı bileydi. Matrakçı Nasuh'nın sergisi Washington'dan 9 memleketke baracaktır. Людмила Иванова, Zaman, ATR. Şimdilik bu sonki haberimizdir. Yangi haberler yayınını saat 3'te seyretiniz. ATR'den ayrılmanız. Görüşmek üzere. Застуда? Не гайте часу. Ваша зброя.